Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Аман сіздер Facebook әлеуметтік желінің пайдаланушылары. Бүгін мен Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын үй қатынастары бөлімінің басшысы Асан Әлі Түкебаев Әбдімұталіп ұлы ағамыздың кабинетіне келдім. Кабинетіне келіп, жай келмей, тікелей сұхбат жүргізіп, осы келгеніне бір жыл толған жоқ, бір жыл толмаса да енді... бір жыл толған жоқ қой? Бір жыл толған жоқ, 6 ай болды дейді. Сол 6 ай уақыттың арасындағы тұрғын үй қатынастарындағы мәселелер өте күрделі, өте көп. Соған тікелей сауалдарымды қойып, сұрақтарымды қойып, елдің маған жіберген сауалдарын айтып, қандай мәселе отыр, сол туралы білгім келіп отыр. Асан Әлі Әбдімұталіп ұлы, ассалаумағалейкум. Жаңа қызметіңіз құтты болсын. Сіздің бірінші биографияңыздан бастайын. Биографияңызда сіз құқық қорғау органдарында қызмет жасапсыз, осы сіздің мемлекет қызметтегі алғашқы неңіз ғой? Баспалдағыңыз. Сразу бөлім басшысы болған қалай? Бұл сала оңай сала емес. Тұрғын инспекция деген бұл өте күрделі сұрақтар туындайтын бөлім болып саналады. Оңайға түсіп жатқан жоқ. Елдің талқылауында жүрген әңгіме ол. Тұрғын үй деген бұрыннан өте. Білеміз ғой, Сұрақ көп, өте сұрақ көп бұл салада. Наразылық та көп, сұрақ та көп. Наразылықтар өте көп. Оңайға түсіп жатқан жоқ. Полициямен бұның жұмысын салыстыратын ешқандай орын жоқ па? Орын жоқ. Мақұл. Енді сіздің енді ары қарай полицияның сұрақтарын естемей қой. Полиция өтті, кетті, енді қызметтесіз, мемлекеттік қызметшісіз. Тұрғын үй саласында осы 7-20-25 бойынша қанша биыл үй берілді? Биыл мен келгелі бар, үй берілген жоқ. Пәтер берілген жоқ па? Жалпы 7-20-25 деген бағдарламаны осы уақытта тоқтап тастады. 7-20-25 бағдарламасы мен келгелі бері осы жалпы бір квартира, бір пәтер берілген жоқ. Оның тоқтатылуына не себеп? Оның тоқтатылуына себебі антикоррупционный службада бізге қағаз келіп түсті. Біз оны жалпы негізі ол бағдарлама бойынша бұны отбасы банкі арқылы жүргізу керек. Сондықтан ол бағдарламаны бізден алды да қазір отбасы банкқа берді. Бүгінгі таңда 7-20-25 тоқтап тұр. Бақытты отбасы бар. Шаңырақ енді бізде ауысып отыр ғой. Бақытты отбасы бар. Сосын анау концепция бар. 3 бағдарлама бойынша. Бізде қазір міне осы бүгін 26 числода бүгін міне бақытты отбасы бойынша бізде 460 пәтер береміз деген көзделіп отырсыз. Жоспарларыңыз. Оны кім анықтайды? Отбасы банк. Жоқ, анау бақытты отбасының жеңімпаздарын. Жеңімпаздан отбасы банк анықтайды. Өздері анықтайды, тек қана сіздер қаржыландырып бересіздер. Біз тек қана договорда бізбен келіп. Ал негізі бізде не бар ғой? Санаттар бар ғой. Санатта тұрған 21 мың адам. Сол санатта отбасы банкы бар. Сол кезде ол деген списоктан олар алына береді ғой. Сол списоктан алына. Енді осы тұрғын үй қорында қаншама үй қазір шенеуніктердің несінде? Қолдарына. Шенеуніктер деген ол мемлекет қызметшілер. Тараз қаласында, Тараз қаласында. Көбісі 12-ші ықшам ауданы мен 15-ші ықшам ауданда ма? 15-ші ықшам ауданда бізде служебный квартира жоқ. Біз енді аламыз ояқтан. Бізде көбісі деп айта алмаймын, жалпы енді қаланың ішінде ғой. Ара 2-ден бар, 13-ші микрорайондан бар Бәйтеректен. Оған мемлекет қызметшілерінің ішінен қандай санаттағы азаматтар алып отыр? Бұлай ғой, бұл жерде, например, жұмыс бабымен, қызмет бабымен ауысып келген кісілер бар ғой. Басқа облыстан ауысып келген. Ол кісілер уақытша тұруға бар. Енді олар көп емес қой? Көп емес болған енді мен келгелі берілген бір 10-15 пәтер шығар. Сияси. 94 пәтер деген ол жалпы берілген. Енді осы бүгінгі таңда осы тұрғын үй саласындағы өте үлкен бір мәселе
мәселе білесіз төле би 4. Соның құжаттамалары жөндеу қалай болып жатыр? Қанша миллион ақша бөлінді? Төле би 4-ке 52 миллион ақша бөлінді. Ол құжаттардың жөндеу емес, ол жерде өткендегі жоқ құжаттар. Иә, Өртсардан крышасына несіне 52 миллионға не жатады? 52 миллионға 4-ші мен 5-ші этаж түгелдей капитальный ремонт. Крышасы түгелдей ауысып, капитальный ауысып. Болды ма? Ол көп емес па? Енді өзіңіз ойлап қараңыз, қазір нарықтың бағасы қандай болып жатыр. Енді нарықтың бағасын енді біз білеміз ғой, нарықтың бағасын білеміз, капитальный ремонтын білеміз, тек қана 52 миллионға мен деген ол общежитияның астындағы мен полиция пунктінде мен қызмет жасаған, менде ол домды анау 2009 жылдан бері жақсы білемін ол үйді. Ол жақта тұратын халықтың несінде жақсы білемін. Иә, жағдайында жақсы білемін. Неге осы нен пайдаланып толықтай үйді ремонтқа принесемаңыздар? Өйткені мен бұл үй туралы өтірік айтпай қояйын. Осыдан сол өрт болмай тұр, бір 4 ай бұрын жазғам. Тура сол үй туралы. Сізге бұны түсіндіріп өтейін. Бұл жалпы бұл үйге осыдан 2020 жылы күрделі жұмыс жүрген ол үйге жалпы. 2000 қанша? 2020-да ол жерде сейсмоусиление жасап, өкімет тарапынан ақша бөлініп, ол жерге ремонт жасалған. Енді қазір ол жерде білесіз, қазіргі жасалып отқан ремонттың өзіне адамдардың көзқарасын білесіз ғой, қандай екенін. Қазір сырлап кетсе, артынша сырып кетіп жатыр ғой. Ол ешқандай бізде видеокамера жоқ, басқа жоқ, бақылау жоқ. Қазір маған мердігер келіп күнде жылайды, маған бүгін сылайды, күнде қайтып сылап жатыр, бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр. Мүмкін тұрғындарға ремонт несі ұнамай жатқан шығар, сапасы. Оның сапасы бәрін ұнап жатыр, ешқандай тұрғындар жақтан бізге ешқандай не жоқ. Енді сіздер айтып жатсыз ғой, жаңағы мердігер айтып жатыр деп бір күн келіп. Кішкентай балалар ол жақта көп. Енді ол жерде біз білеміз ғой, қандай топтағы біздің тұрғындар тұратынын. Бауырларымыз тұрады, қарындастарымыз тұрады, әпкелеріміз, аналарымыз тұрады. Енді толықтай сол үйді 52 миллионға жөндей салуға болмайтын ба еді? Жоқ, толықтай ол үйді 52 миллионға ешқандай жөнделіп даже ауыз толтырып айтатындай не емес. Сейсмопойысы болса. Хорошо, енді ол жағын ары қарай біз зерттейік, қарайық, сұраныспен алдыңыздар. Енді осы тұрғын үй мәселесіндегі тағы бір үлкен мәселе бол, бұл тұрғын үйдің жылжуы. Бізде мысалы 11 тұрғын үй берілетін болса, соның 15% кемінде детдомдағы бір нелерлік, 20%. Сондай бір әлжуаз топтағы жетім балаларға, басқаларға берілу керек. Сол қалай жүріп жатыр? Сол заң аясында ғой? Жоқ. Қанша берілді биыл? Биыл Алла қаласа августта 4 үй беріледі. 60 пәтерлік, 240 пәтер. Ішінде 20%-ын сол 48 квартираны жаңағы жетім балалар алады ғой. Ата-анасының қамқорлықсыз қалған. Енді біз енді естіп тұрамыз ғой, анау біреулер қорқытып үйін алып қояды, басқа біреуге оформлять етіп жібереді, басқа жереді деген екен. Ондай нелерде бар қазір, информациялар бар қазір, жалпы мынау. Сіз енді полицейсіз ғой, бұрынғы соны болдыртпау үшін не істеу керек? Оны болдыртпағанда былай осы біз жақында қазір бүкіл қала бойынша бізде 52 аренда дом бар. Соны түгелдей тексеріп отыр қазір. Бар ма жоқ па деп па? Бар ма жоқ па? Өздері тұрып жатыр ма? Әлде біреуге жалға беріп қойған ба? Фактылар анықталып жатыр қазір. Қазір енді құжаттамаларды дайындап, сотқа жібейін деп жатыр. Сотта қарастырады. Ал қанша пәтерді бердіңіздер сотқа? Жоқ, материал дайындап жатыр. Жоқ, қаншаны дайындап жатсыздар? Енді 7-8 адам пока выявили. 7-8 адам. Ал оны алдағы уақытта беретін нелеріңіз бар ғой? Жоспарларыңыз бар ғой алдағы уақытта? Алдағы уақытта мен айтамын, август айында құдай қаласа беріледі. Енді осы тағы бір үлкен мәселе, осы тұрғын үй саласындағы бұл тұрғын үйді не істеу? Ремонттау. Сол, модернизация дейміз ғой. Енді ескі үйлер 70-ші, 60-ші жылы соғылған үйлер, 50-ші жылы соғылған үйлер, соларды ремонттау қалай отыр? Кредиттік ақшаға. Кредиттік ақшаға. Ол бағдарлама бойынша. Қанша үй? Биыл енді біз 60 үй планировать еткенбіз. Енді қазір семейдегі жағдайға байланысты ондай бір қатты қаражат бөлінеді деген
белгісіз отырған жасыратын. Өткен жылдан биылға қанша үй өтті? Өткен жылға биылға 5 үй өтті. 5 үй өтті. А биыл қанша үй басталды? Мүлдем жоқ па? Мүлдем жоқ. Өткен үйлер бітірілмей қалғандар. Енді әрі тұрғын тарапынан жаңа арыз түсіп отыр, мынаны дұрыс істемеді, мынаны дұрыс істемеді біз. Ну енді ол деген арыздарды біз кезінде болғанбыз ғой. Біз енді ондай нәрсенің қалайын көрдік па, біз өйткені болдық, ондай мәселелермен біз айналыстық, басқа қалдық, онысын бәрін білеміз. Ол жерде басты нәрсе үйді жаңарту ғой, ояқтың чатаяқтарын жөндеу, анау астына сасығын жөндеу, анау жылыту маусымда анау ыстық не су келу, ол жерде ешерінде тұрып қалмау, басқа қоймау деген мәселесінде. Ол енді айқай-шу, ол адам болғаннан ол енді бола береді. Неге ешқандай не жоқ, тұрғын үй модернизациясы жоқ? Енді айтып отырмын, бүгінгі таңға ақша бөлінген жоқ әлі. Осы июль айында полугодияда, екінші полугодияда қаралады. 2090-да. А енді бөлісуге атсалысасыз ба? Онысы да жүгіріп отырық қазір. Біз 5-6 жерге уже энергетикаға, бүйірға бәрі біздің артымыздан арыз тарапымызды тапсырып қойған. Арыз бермейсіздер, хат берсе. Арыз тұрғындардың несіне байланысты жаңағы. Тұрғындардың арыз шағымына байланысты. Енді тағы бір мәселе бар, осы тұрғын үй саласындағы өзіңіз жақсы білетін, осы тұрғын үй берілгеннен кейін сіздер ол үйді, мысалы, Помекник микрорайондағы пәтерлі үйді қабылдап алу. Помекник микрорайондағы үйлердің көбісін білесіз, сапасы қандай? Енді оның сапасына мен сізге айтайын, ол сапасына бізге жауап беретін құрылыс бөлімі. Құрылыс бөлімінің анау бітпеген үйлерді қабылдап, сіздер сол үйді қабылдап жатсыздар ма? Біз қазір қабылдап жатқан жоқ. Сөздің айқай-шуды болды, біз қабылдап жатқан жоқ. Ана икилары бітпеген инженердің сіздер. Соларды бітіріп, қазір енді қабылдап отырып, Алла қаласа бақытты отбасымен үйлері беріле бастайды. Конкурс объявили 26 числода. Қашан бітеді? 3 күн 4 күн. 3 күн. Міне, құрметті достар, менің тікелей эфир сұрақтарыма жауап берді. Енді ары қарай сұрақтарыңыз болса, осы бөлім бойынша, тұрғын үй қатынастары бойынша бөлімдеріңіз, сұрақтарыңыз болса, осы жаққа сауалдарыңыз қалдырыңыздар. Қандай нақты, мен мынандай үй алып едім, немесе мен мынандай очередте тұрмын, менің немесе тұрғын үйімді жөндемей жатыр, мен заявканы беріп қойдым, мен басқа қылдым деген мәселелеріңіз болса, жазыңыздар тікелей эфирде, болмаса да осы жерде бөлім басшысы өзі жауап беретін болады. Алла амандық бергенше.